Ол үшін әріптестер, іздеу жолағына Magic Cube деп жазамыз. Бірінші тұрған сілтемеге өтеміз. Осы жерде бізге тегін пробный версия дегенді таңдаймыз. Жалғастыру. Бұл жерден мұғалім. Және осы жерге өзіңіздің аккаунтыңызбен тіркелесіз. Google аккаунтпен тіркелесіздер. Міне әріптестер, бізді сайтқа кіргізді, және де осы жерде біз біріктіру текшесін алыңыз дейді. Осының үстінен басасыздар. Және де астыңғы жаққа өтеміз. Сол жерде бұл жерде бізде қағаз текшесін осы жерден жүктеп алыңыз деп тұр. Осының үстінен басамыз. Және де астыңғы жаққа түскен кезде бізде қағаз текшеміз PDF файл түрінде бар. Осының үстінен басамыз. Осы жерден біз файлды жүктеп аламыз. Міне бізде PDF форматта жүктелінді, және де осы кубты біз шығарып алып 4 форматта қиып жасаймыз. Міне әріптестер, сонда бізде осындай куб пайда болады. Бұл бізге не үшін қажет? Біз қазір сіздермен әрмен қарай осы программаны телефонда қолданатын боламыз. Компьютермен тіркелеміз, және де осы кубтың осы парақты шығарып аламыз. Және де әріптестер, телефонға біз ObjectBio программасын жүктеп аласыздар. Дәл осындай бұл Samsung'та да, iPhone'да да бар. Осыны жүктеп алғаннан кейін кіреміз осыған. Және де міндетті түрде өзіңіздің аккаунтпен кіресіздер. Жаңағы тіркелген, және бұл жерде бізде көптеген тегін нұсқалар көп. Осы жерден өзіңізге керекті 3D нұсқаны таңдап аласыз, және де үстінен басып кіреміз. Бұл жерде де макеттер көп. Өзімізге керектіні таңдаймыз. Және де жоғарғы жақта куб деп тұр, соның үстінен басасыздар. Және де өзіміздің жаңағы жасаған кубымыз алып шығып, осыны сканировать еткен кезде біздің 3D объектіміз дәл осылай болып шығады. Кез келген объектіні куб арқылы сабақта қолдана берсеңіз болады. Видеоролик пайдалы болды деген ниеттемін. Назарларыңызға рахмет.